Кеттік. Тегін сабақ өткізудегі басты мақсатым ішкі сезімдерін түсініп, гармонияда өмір сүріп, бастағысы келетіндер көмектесу. Бір жол сілтеу, әрине қолдан жетектеп алып бара алмасам да, жол сілтеу пайдалы болса, маған нұр үстіне нұр болады. Білестіріп, мынандай нәрсе бар бізде, денемізде. Сіздің себепкерлігіңізбен басқа кісі қуанса, сізде серотонин гормоны бөлінеді. Ол бақыт гормоны, бақыт гормоны бөлінген үшін сіз өзіңізді күшті сезінесіз, сіздің энергияңыз көтеріледі. Сондықтан бұл да бір мақсатымыз, Психотип анықтайтын тесттерге ақша құртпай, өз қабілетіңізді анықтағысы келетіндерге жаңа жол көрсету, үлгергенімше, әрине ол өте терең тақырып, бірақ максималды эффективті түсіндіруге тырысамын. Өз психотипін анықтау арқылы мықты тұстарын дамытып, жеңіл әрекет етіп, үйренгісі келетіндерге көмектесу пайдалы бұл. Окей? Нормально ғой? Ниет жақсы ғой? Онда бисмиллах деп бастаймыз. Сіздерден де ниеттеріңізді тазартып, жаңартып, кірісуіңізді өтінемін. Жаңа басында айтқандай кейбір адамдарға өте қиын болады, но ничего, сізде күштісіз. Қазір түсінесіз. Соңына дейін көре алсаңыз түсінесіз негізі. Даже сізде қазір андай бір отвлекающий нәрселер болып жатса да, бір жаққа кетіп қалғыңыз келіп тұрса да, бір күшті бір мына жақта переписка болып жатса, бір күшті адам келіп қалған болса да, шыдап соңына дейін көрсеңіз бар ғой, сіз түсінесіз, не үшін сіз ол жерде отыра алмағаныңызды. Бұл да бір күшті прорыв болды, сондықтан өте қатты ұсынамын соңына дейін көруді, достар. Тек қана әлемдік ғалымдармен дәлелденген ақпаратты жеңілдетілген түрде ұсынатынын білесіздер. Ол солай, кейбір кездерде андай бір әңгіме болады ғой, андай бір жай мышление, жай мен осылай тәжірибеммен көрдім деген емес. Мен почему-то андай ғылыми нәрселерді тұтынған жақсы көремін да. Ғылыми, маған айтылу керек, мынандай статистика бойынша мынанша пайыз адам бүйткен екен, 2000 адам 4 жыл бойы зерттеліп, соның нәтижесінде мынандай статистика шыққан деген маған күшті ұнайды. Сен былай емес андай. Жұта күйеуіммен ұрысқа едім, демек мен кеше ниетім дұрыс емес болған ғой деген сияқты. Ол да бар, бірақ маған все-таки ғылыми қаттырақ ұнайды да. Окей, енді мен білесіздер, танымайтын кісілерге шет жағасын таныстырып кетейін. Коучинг саласында жүргеніме уже 4 жылдан асып баратыр. Өзімді өзім коуч деп атап алған жоқпын, кәдімгідей халықаралық сертификаттарым бар. Мынандай. И тағы да бұл жерге қосылмаған бірнеше сертификат бар. Бұл сертификатпен мақтануға негізі тойғанмын. Окей. Эфирдің соңына дейін көрсеңіз не болады? Давайте. Жоспарлау интенсивін бонус ретінде аласыз. Қалай жоспарласақ екен? Жоспарымыз орындалу үшін қалай жазуым керек, немесе қалай істеуім керек деген кісілерге бұл интенсив, прям бомба интенсив. Өз психотипіңізді анықтауды үйренесіз. Немесе қазір сабақтың барысында уже анықтап аласыз психотипіңізді, өйткені нақты мысалдармен берем. Эмоцияңызды түсіне бастайсыз. Эмоцияңызды басқару, эмоцияңызды өзгерту деп айтып жатқан жоқпын, байқадыңыз ба? Эмоцияңызды түсінесіз. Жалпы біз мына сабақта өзімізді түсінуді үйренеміз. Өзімізді түсіну, қабылдау. Өйткені кейбір нәрселерді біз өзгерте алмаймыз. Қазір айтамын қандай нәрселер. Кейбір нәрселерді өзгерте аласыз, кейбір нәрселерді өзгерте алмайсыз. Қазір оны айтамын сабақ барысында. Эмоционалды балансқа жеткізетін әдеттерді үйренесіз. Эмоционалды балансқа жеткізетін әдеттер. Менің атымнан, достар, как всегда, шетелге демалыс өтіп алу мүмкіндігіне ие боласыз. Шетелге. Шетел деген жақын шетел емес, уайымдамаңыздар. Қырғызстан, Өзбекстан емес. Бірақ енді секрет. Сабақтың соңында білесіз, қандай шетел екен. Окей. Мастер-класстың соңына дейін қатысқандарға жалпы құны 65 мың теңгелік жоспарлау интенсивін тегін беремін. Әшейін қатысқандарға. Бірақ соңына дейін. Сабақ соңында шетелге демалыс өтіп алу мүмкіндігі беремін. Окей, кеттік. Енді мен танымайтын кісілер, атым Азамат, фамилиям Скаков. Біреулер Азамат Скаков мырза деп атады. Просто Азамат мырза десе болады, или Азамат десе де болады. Скаков атым емес, Азамат Скаков. Жеке даму саласында 8 жылдық тәжірибем бар коучпын, сертификатталған коуч, және сертификаттарын көрсеттім. 12 000 тиражбен сатылған Сен кітабының авторын, оған қоса Сен кітабы 2023 жылдың үздік кітабы сертификациясын өтіп ұтып алды. Номинация үздік кітабы сертификациясын, жыл үздігі деген номинацияда ұтып алды. Күшті, мақтанамын кітаппен. 12 000 тиражбен сатылды. Қазірге дейін әрине бұл тоқтап атқан жоқ. 14 000-нан астам адам жеке дамуына тікелей әсер еттім. Құдайға шүкір. Кейбірлерін мен білмейтін сандар бар. Reels кетіп қалған, мысалына подкасттар 120 000 болып жатыр, просмотр күшті, өте қуаныштымын оған. Тұлғалық даму бойынша курстардың авторы және спикермін. Тұлғалық даму деген мәселе 2016-дан бастап осы саладамын. 8 жылдан бері күнделікті таңғы 4:30-да оянамын. Оны білет, оны менің аудиториям білет.
бұл енді мақтаныш емес, бірақ тұрақтылық туралы мынандай әңгіме болмау керек. Бұл қалай тұрақтылық туралы айтып отыр? Вообще бұл кім бұл деген сұрақ болса, 8 жылдан бері 4,5-да оянып жүрмін, бұл бір нәрсе айтатын шығар мен туралы, кеттік. Сізге өзіңіз тану қандай артықшылықтар береді? Давайте комментарийға жазып кетіңізші. Сіз өзіңіз танысаңыз не өзгереді? Психотип деген не? Енді бір қырын түсіндіріп кетейін. Бізде жадымыз бар. Мен соңғы жиындарда, офлайн сабақтарымыздың бәрінде бұны айтып жүрмін. Гендік жадымыз бар, ұлттық жадымыз бар және жеке жадымыз бар біздің бойымызда геніміз арқылы сонау біз жоқ кезден бастап біздің бойымыздағы ақпараттар бар. Менің бойымның қандай болатыны, менің шашымның қандай болатыны, менің көзімнің қандай болатыны, менің түрімнің қандай болатыны, менің сүйектерімнің структурасы қандай болатыны, салмағым қандай болатыны, барлығы геннің ішінде жазылған. Бұл ақпарат білмеймін, баяғыдан бері келе жатыр. Сақтаулы. Менде осы ген, менде тоқтап қалмайды, менде басталған жоқ бұл ген, және менде тоқтап қалмайды, білмеймін, жоқ қанша барады ақыретке дейін, әлі біраз емес шығар, енді білмеймін, ақыретке дейін барады, факт. Бұл гендік ақпарат бар. Ол гендік ақпарат сізде базовый кейбір нәрселерді қалыптастырған. Мысалы, біздің қараңғыдан қорқатынымыз, жыртқыш жануардан қорқатынымыз, білмеймін, бір қатты дауыстан қорқатынымыз, бұның барлығы біздің гендік ақпарат. Қауіпті нәрсе деген сияқты. Екінші, біздің ұлттық жадымыз бар. Ұлттық жадымызда біздің ұлтымыздың өткен, басынан тарихынан өткен оқиғалардың бәрі жиналған. Ол да кәдімгідей әсер етеді қазір бізге. Мысалы, біздің қонақ жайлылығымыз, біздің дастархан жаятындығымыз, біздің амандасқан кездегі осылай айтатынымыз, бұның барлығы менің ұлттық жадымда бар. Мысалы, үйге қарай жүгірме жаман болады деген әңгімелер. Тізеңді құшақтама, табалдырықты баспа, түнде тырнағыңды алма деген мәселелер бар. Ұлттық жадымда сақталған. Бұл да мені қалыптастырады. Жаңа қараңыз, ген мені қалай қалыптастырған болса, оған қосылды ұлттық жадым бар менің, ол да мені қалыптастырады. Енді менің жеке жадым бар. Туыла сап, тіпті туылмай тұрып, анамның жатырынан бастап ақпараттар жинай бастайды. Тік. Мысалы, мамасы жыласа, баласы қиналады. Екқабат кезде мамасы қуанса, бала қуанады деген сияқты. Бір қатты нәрседен қорқып кетсе, бала да қорқып кетеді. Ол кәдімгідей ақпарат болып жиналады. Кішкентай кезінен бастап. Қазірге дейін, сіз мысалы кішкентай кезінде шәйнек ұстап алыңыз, қолыңыз күйіп қалды, бітті. Сіз әлі күнге дейін шәйнекті бүйтіп абайлап ұстайсыз. Так, қалай деген сияқты, ыстық па екен деген сияқты. Бұл не? Енді қараңыз, қысқаша айтқанда, осы үшеуі гендік жадым, память, ұлттық жадым бар. Менің жеке жадым бар, үшеуі бірікті да, киілді да бір-біріне, азаматты қалыптастырды. Или әйгерімді қалыптастырды, или арманды қалыптастырды, немесе мақсатты қалыптастырды. Қалыптастырды, шық болды. Осы психотиптің бір қыры. Әрине, достар, ол өте терең тақырып, 100 кітаптың тақырып, бірақ қысқаша осылай елестетсеңіз болады сіздің психотипіңізді. Енді осы қалыптасқан бір құлыпты, кейбір қырларын сіз өзгерте аласыз, кейбір қырларын өзгерте алмайсыз. Біз оған қазір тоқталамыз. Окей. Қалай? Пока түсінікті отыр ғой, Бірінші қадам, мен 3 қадаммен бөлсеміз еді ғой. Бірінші қадам психотипті тану, қабылдау, нәтижеге келетін бірінші қадам. Тану. Енді қараңыз, бағана сізге айтылған ақпарат уже бір нәрсенің есігін ашты, Мысалы, менің сонда ұлтымның ақпараты маған әсер етеді екен ғой. Менің кішкентай кезімнен басынан өткен оқиғалардың бәрі маған әсер етеді екен ғой. Мен еще мүлде менің қатысым жоқ, бірақ генмен келетін ақпараттар бар. Менің миымыздың ең бірінші істейтін нәрсесі ол генді аман сақтап қалу. Генді аман сақтап қалу. Ол ген менде бар, менің бала-шағамда бар, менің әке-шешемде бар, Сол үшін бізде туысқандық қатынастар өте тығыз. Менде бұл ақпарат прям орнатылған. Менің рұқсатымсыз орнатылған, генді аман сақтап қалу деген ақпарат орнатылған. Бұл менің психотипімнің бір қыры. Түсіндік қой, Енді осыны танып, қабылдау уже бірінші қадам. Тану керек, қайдан шықты, мен қайдан шықтым, неге мен осындай болып шықтым деген сияқты, Кеттік. Жағдайды түсіндіремін, сіздер соған талдау жасаңыздар, қазір чатқа жазасыздар. Жағдай мынандай. Сіз Glovo'дан тапсырыс бердіңіз. Офисте отырсыз, әдемі бір тамақ тапсырыс бердіңіз, күтіп отырсыз. Қарын аш, уже сағат 1:30 болған, обедке жарты сағат қалды. Кешігіп отыр, бір кез звондайды, келіп тұрмын дейді. Сіз картадан көріп тұрсыз, зданиенің ар жағында тұрған. Сіз айтасыз, мен мына жерге шақырдым дейсіз. Ол айтады, мен нүктеге қойған жерге келіп тұрмын дейді. Мына жерге келіп, ол айтады, келмеймін, өзің біл дейді. Сен нүкте қойдың, сол жерге келіп тұрмын дейді. Сұрақ, сіз не істейсіз? 1, чатқа жазыңыз, 1, 2, 3 деп. 1,
алдыңызға дейін келгенін талап етесіз, отырасыз, кел, мен бармаймын дейсіз. 2, өзіңіз шығып ала саласыз, қой құрсыншы қазір, ұрсып атам ба, осымен барып аласың дейді. 3, сервиске жалобы жазасыз. Аласыз да, бірақ сервиске жалобы жазасыз. Чатқа жазыңыз, 1, 2, 3, сіз қай шешімді қабылдайсыз? Так. 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 3, 1, так. Жандарым, өзім шығып ала салам дейтіндер көп екен. Так, 1, 1, 23 дейді. Так, бар, 1 ұрам дейді. Әдемі, күшті. Сұрақты қайталасыз ба дейді. Және, қош келдіңіз біздің сабаққа. Окей, дұрыс. Барлығыңыз айтқандарыңыз дұрыс. Ешқайсыңыз қате емес. Неге? Өйткені сіздің психотипіңіз сізге осы нәрсе жасатады. Түсіндіңіз ба? Ешқайсыңыз жаман емессіз, ешқайсыңыз қорқақ емессіз, ешқайсыңыз білмеймін, жаңағы төбелескіш емессіз, бірақ сіздің психотипіңіз сізге бір нәрсе. Оны біз психология не деп айтамыз? Консонация деп айтаймыз. Консонация. Енді сіздер барлығымыз білесіз. Біз қазір барлығымыз психолог, барлығымыз коуч, көп рилс көрдік қой біз психология туралы. Біз білеміз, психолог біз деп айтамыз, консонация ол реакция деген сөз, ғылыми атау консонация, а так реакция. И біз білеміз, бізде базовый 3 реакция бар. Бей, беги, замри. Ор, қаш, үндемей қал. Бағанағы 1, 2, 3 сол еді. И сіз біреуін қабылдайсыз. Бір шешім қабылдайсыз. Бей, беги, замри. Енді бұл сіздің консонацияңыз. Әдетте сіз егерде өзіңіз зерттеп көрсеңіз, сіз өзіңізді байқап көрсеңіз, сіз әдетте консонацияның бір түрін таңдайсыз. Біреулер всегда қашып кетеді. Біреулер всегда барып қырылады. Орысып, шашын жұлып деген сияқты. Біреулер үндемейді. Қош дейді. Қош. Шынымен жынды боласың ба дейді. Бұл сіздің әлсіз, мықты, жақсы, жаман екеніңізді білдірмейді. Жай ғана сіздің психотипіңізді білдіреді. Қарашы, мына сабақты жақсылап түсініп алсаңыз ше, сізде мынандай ақпарат қалмау керек. Біреу жаман, біреу жақсы, мен әлсізбін, мен жаманмын деген ой болмау керек. Сіз просто психотипіңіз түсінесіз, айтасыз, мен психотипім сондай екен, все, болды, мен қабылдаймын деген ой болады. Окей, қалай кетіп жатыр? Нормально ма, түсінікті ма? Енді психотиптің 3 түрі туралы сөйлесеміз. Ағайындар, достар, бауырлар. Негізі бұл жерде үшеу аға емес, бірақ біз үшеуін айтып үлгеретін сияқтымыз, үлгеріп жатсақ, ар жағында айтамыз. Ашықтық, тұрақтылық және нейротизм. Осы үшеуі мен үшін өте маңызды, мен сол үшін осы үшеуін қойдым. Ашықтық, тұрақтылық және нейротизм. Барлығымызда бар. Мен қандай екенін түсінсем, маған өте жеңіл болады. Мен өзім қандай екенін түсіндім, одан кейін менің өмірім жеңілдеді. Өйткені мен өзім психотипіме сәйкес келетін бағыттар, өзім психотипіме сәйкес келетін мекендер, өзім психотипіме сәйкес келетін адамдарды таңдай бастадым. И ол өте күшті. Окей, кеттік па? Кеттік. Давайте. Мысал. Қараңыз, мен сіздерге қазір мысалдар айтамын. Уже басталды, достар. Жаңағы жазып отырсыз ба, түртіп отырсыз ба, прям дұрыстап кірсіңіз. Басталды. Қазір мен мысалдар керем. Сол мысалдардың ішіне өзіңізді тауып отыруыңыз керек. Сол кезде сіз түсінесіз, сіз кім екеніңізді, сіздің психотипіңіз қандай екен. Все, кеттік. Комментарийға жазып отырсаңыз болады. Ой, мынау мен ғой деп. Окей. Енді ашықтық туралы. Біріншісі ашықтық. Ағылшыншадан алынған бұлардың бәрі. Big Five дейді, High Five дейді, пятифакторный деп атады, пятифакторный психотип туралы сөйлесіп жатырмыз. Біріншісі бұның openness. Openness деген ашықтық, ашықтық. Енді біріншісі, қиын тақырыптарды тез түсінемін дейді бұндай адамдар. Бұндай адамдар айтады, мен қиын тақырыптарды тез түсінемін дейді. Егер сіздің ашықтығыңыз биік болса. Енді қараңыз, сіз неандай емес, мен ашықпын немесе мен жабықпын деген әңгіме жоқ. Бинарный емес бұл жерде, 1 немесе 0 емес. Біреуі жоғары, біреуі төмен. 100% деп алыңыз. Біреулерде ашықтық 80%, біреулерде 10%, төмен немесе жоғары. Енді ашықтығы жоғары адамдар не дейді? Қиын тақырыптар тез түсінемін дейді. Сөздік қорым үлкен. Мен барым ба? Сөздік қорым үлкен. Жақсы жаза аламын. Жаңа шылдықты жаным сүйеді. Оларға андай бәрі апдейт, апгрейд, тұрады перден ауыстыру керек деп. Модасы өтіп кетті дейтін кісілер, ашықтығы жоғары адамдар. Статистика бойынша орташа есеппен көбіміз 63%-дан жоғары, ал ашықтық кейбіреулер тым жоғары, кейбіреулер тым төмен. Жаман немесе жақсы деген әңгіме жоқ. Просто ашықтық жоғары немесе ашықтық төмен деп айтамыз. Фантазиям жақсы дейді. Экспериментті жақсы көремін. Өзімді табу қиын, кейбір кезде тез жанып, тез өшемін. Тез ішім пысады. Толерантты болу мен үшін өте маңызды.
басқа ойлармен санасам. Окей. Тауып атыс барыңызды өзіңізді? Окей. Команданы жақсы басқара аламын дейді ол кісілер. Жаңа идеям көп менің дейді. Кең ойлана аламын. Мені арманшыл деп айтады. Мен танитын адамдар. Ақпаратты жақсы байланыстыра аламын. Барлық жерде сұлулықты жақсы көремін. Өте қызық мәселе. Ашықтығы өте биік адамдар барлық жерде сұлу болу керек. Оған киімі сұлу болу керек, үйі сұлу болу керек, араласатын адамдар сұлу болу керек, офис әдемі болу керек, бәрі әдемі болу керек. Ашықтығы жоғары адамдардың бірі менмін. Сіздер қандайсыздар? Әдетте менің ойымша қазақтарда көбінесе ашықтық жоғары сияқты. Сіз көріңіз, мына мысалдар сізге сәйкес келіп жатыр ма? Сәйкес келіп жатса, сіздің ашықтығыңыз жоғары. Окей, кеттік. Жоғары адамдардың сипаты. Енді ашықтығы жоғары адамдар интеллектуалды стимуляция іздейді. Яғни оқу, жаңашылдық, жылдамдық, жаңа ақпарат, осындай нәрсе іздейді. Енді сіздердің, мен сіздерге қызық бір факт айтайын, сіздің мынау сабақты көріп отыруыңыздың өзі сіздің ашықтығыңыздың жоғары екенін көрсетеді. Өйткені сіздің ашықтығы төмен досыңыз не дейді? Қумаш дейді, қайдағы коуч, қайдағы психология, барыңдар да отырыңдар да істеңдер істейтін нәрселер. Не, бір-бірлерді тауып аласыңдар. Мышление, пышление. Бұл ашықтығы төмен адам. Ол жаман адам емес. Просто ашықтығы төмен адам, окей? Енді ашықтығы жоғары адамдар, сіздер осы жерде отсыздар. Сіздерге бұндай ақпарат өте маңызды. Жаңа тәжірибесі дейді ол кісілер, ашықтығы жоғары адамдар. Парашюттен секіріп көрейік. Анау 90 метрлік жаңағы роп джампинг секірейік деген сияқты. Генерализм, кәсіпкерлік, басқару, жан-жақтылық таңдайды ол кісілер. Жан-жақты болады. Интеллект жоғары партнерлар іздейді. Ол кісі үшін араласатын адамдары және партнері, жұбайы, немесе қызы, немесе жігіті интеллект жоғары болғанын қалайды. Терең қарым-қатынас жасағысы келеді және барлық нәрседен мағына іздейді. Қазір бізде мода, Егер де мен еріншек болып тұрсам, демек бір нәрсе мағынасы қандай деген сияқты. Окей. Бұл ашықтығы жоғары адамдар сипаты. Енді ашықтығы жоғары адамдардың әлсіз тұсы. Енді түсіндік. Мына жерде көбісі ашықтығы өте жоғары. Мына жерде отырғандар. Өйткені басқалар тыңдамайды. Ашықтығы төмен адам сізге айтты, қумаш деді. Досым кірсейші деп, не істеп жүрсіңдер деді. Біреулерді тыңдап деді. Енді ашықтығы жоғары адамдардың әлсіз тұстары бар. Сіздер бұны тануыңыз керек. Сіз өзіңіз тануыңыз керек. Біріншісі, эгоның жұмсақ болуы, яғни бұл кісіні көндіру оңай. Давай бүйтейік та, ол қуғынбай әңгіме екен, короче. Оны етпе, мынау дұрыс деген. Ол ма деп. Біз эгомыз кішкене жұмсақ болуы мүмкін. Енді бұл кішкене әлсіз тұсымыз. Мақсаттың тұрақсыздығы, жаңа мақсатқа секіріп кетуіміз мүмкін. Тұрамда мен ананы айдайым деймін, бір кезде жоқ, маған қазір уже BMW ұнайды деп, маған анау Mercedes ұнайды деген сияқты. Төмен дисциплина болуы мүмкін. Енді қайтеміз енді. Болуы мүмкін. Бәрі идеально болмайды. Өйткені ашықтығы өте жоғары, өйткені жаңа ақпаратқа және жаңа тәжірибеге ашық қой. Жаңа ақпарат, жаңа тәжірибе істегісі келіп тұрады. Ерекше ойлау жүйесі бар, бірақ әдемі, ерекше. Тұлғалықта тұрақсыздық. Бұл адамдар басқарылуға қарсы, бұл адамдар басқарылғысы келмейді, бұл адамдар еркін болғысы келеді және еркіндікті таңдайды. Ашықтығы жоғары адамдар қалайсыздар? Біргеміз ба, барсыздар ма? Окей, кеттік ары қарай. Ақпарат қалай кетіп жатыр? Комментарийға жазып кетіңіздер. Тұрақтылығы жоғары адамдар. Жаңа достарым деп, достар, ағайындар, туыстар, бауырлар, достар. Бірінші тақырып ашықтық еді. Сіз ашықтығыңыз жоғары ма, ашықтығыңыз төмен ба түсініп алдыңыз. Ашықтығы төмен адамдар не дейді? Құмандаршы дейді. Қайдағы бір бәлдер зерттей бермей, бір нәрсеге тұрақталсаңдаршы дейді. Енді екінші бағыт. Тұрақтылық. Бұны тұрақтылық деп айтайық. Дисциплина, стабильность десек болады. Кеттік. Енді ол кісілер не дейді? Уақытты босқа өткізбеймін дейді өзі туралы. Мен жоспармен жүремін. Андай бола ма, кейбір жексенбі күні үйде жатсаң, бір ұялып кетесің. Мен не істеп жатырмын мен үшін? Шығып бір бәлем істеп қайту керек еді. Әсіресе еркектерде болады, жексенбі күні үйде жатса, бір өзін кінәлі сезініп кетуі мүмкін. Бұл тұрақтылықтың бір несі. Жоспармен жүремін дейді. Барлығы өз орнында болғанын қалаймын. Перфекционизм де бар бұл жерде. Барлығы өз орнында тұру керек. Компьютер ана жерде тұру керек, кітаптар мына жерде тұру керек. Орындар аспандар дейді. Мен тиянақты адаммын деп айтады бұл адамдар өз туралы. Жаңа істі бастап кету маған өте оңай деп айтады. Тізіммен әрекет еткен ұнайды маған. Тізіммен бірінші мынаны істемей, екінші мынаны істемей, үшінші мынаны істемей, барлық тізім бар, сонымен жүреді. Бастаған ісімді міндетті түрде аяқтаймын. Менің дисциплинам мықты деп айтады бұл адамдар өз туралы. Мен тез әрекет етемін, тез шешім қабылдаймын, бір мақсатпен ұзақ уақыт жүре аламын. Қалай, өзіңіз тауып жатсыз ба? Тұрақтылығы жоғары адамдар өйстіп айтады. Менде барлығы өз орнында тұрады.
реттеу барысында ләззат аламын. Бір нәрсе реттеп жатсам, орнына келтіріп жатсам, қойып жатсам, ләззат аламын дейді. Иә. Нақты жоспармен жүру маған ұнайды. Ретсіздік мені ашуландырады. Не болып кетті мынау деп, иә, ретсіздік мені ашуландырады. Тиянақсыз адамдар маған ұнамайды. Мен перфекционистпін дейді олар. Бірінші реттен дұрыс жасағым келеді бәрін. Барлығы заң жүзінде болу керек. Бұл жерге перфекционизм қосылады да, бұл негізі кішкене бізге ауыр. Өйткені неге білесіз ба? Мысалы, бұл адамдар кітапты бірінші беттен бастап, арғы бетке, соңғы бетке дейін оқу керек. Мысалы, орыстасын 80-ші беттен оқып кету жоқ. Перфекционист қой бұл адам. Жоқ, мен бәрі ретпен болу керек дейді. Алдында бір кісі айтқан, Азеке, сіздің кітабыңызды алдым, ұйқы туралы реттеуге, бірақ соған жете алмай қойдым дейді. Мен айтамын, 84-ші бетте содан бастап оқисаңшы десем, мә, олай бола ма не дейді. Саған қазір ұйқы керек қой. Алда 84-ші бетті ашты, оқы. Өзі 5-6 бет ұйқы туралы. Деймін ғой, бірақ бұл тұрақтылығы жоғары адамдар бірден бастау керек, және ретпен жүру керек, перфекционизм. Менің жауапкершілігім жоғары дейді. Мен өтірікті көтере алмаймын дейді. Тиянақты адаммын, тазалық сүйемін, әділеттілікті ұнатамын дейді бұл адамдар. Қалай, өзіңіз тауып жатсыз ба, барсыз ба? Тұрақтылығы жоғарылардың әлсіз тұсы бар енді. Жетістікке болашақ ресурстарын құрталады. Жетістік үшін болашақ ресурстарын құрталады. Яғни, мысалы, қазір менде бір проект бар, мен бір ай бойы соған мән беремін дейді да, денсаулығына мән бермейді. Бір ай ұйықтамау мүмкін, бір ай тамақ жемеу мүмкін, бір ай, білмеймін, айдалада жүру мүмкін, бірақ жетістік үшін болашақ ресурстарын ұрлай алады. Бұл тұрақтылық жоғары адамның сәл енді кем тұсы. Реальностьті қабылдау қиын. Реальностьті қабылдау қиын. Ұялу, күнәлі сезіну, өзін пайдасы сезіну сезімдер болуы мүмкін бұл адамда. Ауру дәрежесіне алып келетін перфекционизм, ауру дәрежесінде кейбір адамдар перфекционизм бар. Андай бар ғой, ауру болып кеткен уже, бүйтіп жылыстап отырады бәрі. Мынау неге қисық тұр? Ана неге ұрысады сосын үйдегілер. Ана дәптерін дұрыстап қойсыңдаршы, ана носки неге шашылып жатыр деген сияқты ұрысып отырады. Бұл уже ауру дәрежесінде. Бұл енді бір кем тұсы. Дисциплинасы төмен адамдар жақтырмауы мүмкін. Артық салмағы бар адамдарға әңгіме айту мүмкін. Дефицит позициясы болуы мүмкін және сараңдық болуы мүмкін. Аяқ асты үлкен өзгерістерге бейімделмеген. Әлсіз тұсы осы. Тұрақтылығы төмен адамдар, олар былай спонтанный әрекеттер жасай алады да, выживать етіп жүре алады. Тұрақтылығы жоғары адамдар аяқ асты әрекеттерге бейімделмеген, кішкене қайғырып қалуы мүмкін, депрессия кіріп қалуы мүмкін. Өзіңіз тауып жатсыз ба? Тұрақтылығыңыз қарай, жоғары ма, төмен ба? Қарап отырыңыз, әшейін өтіп кетпейік, күшті ақпарат екен деп. Сразу өзіңіз іздеп отырыңыз, өйткені бұл ақпаратқа қайтып келмейміз. Ашықтығы жоғары адам. Енді мынандай бір қызық нәрсе айтайын. Егер сіздің ашықтығыңыз өте жоғары болса, және сіздің тұрақтылығыңыз өте жоғары болса, бұл сіздің лидер екеніңізді көрсетеді. Бұл сіздің әдетте үлкен жетістікке жетуге бейім екеніңізді көрсетеді. Бәлкім сізге бір кедергілер тұрып тұрған болуы мүмкін, бірақ тұрақтылығы биік және ашықтығы биік адамдар әдетте лидер болады, әдетте үлкен жетістіктерге жетеді. Так что сіздерді құттықтаймын. Мына жерде отырғандардың тұрақтылығы биік болу керек. Әлі отырған болсаңыз, өйткені біраз адам шығып кеткен шығар, білмеймін. Ашықтығы да үлкен болу керек. Окей. Араларыңызда үшіншісіне келдік. Араларыңызда эмоциясын басқара алмайтын ашуланшақ адамдар бар ма? Анда аяқ асты ашуланып кетеді. Не обязательно қырып жояды, айқайламауы мүмкін бұл адам. Бірақ аяқ асты ішінен андай пысылдап, қызарып, давлениесі көтеріліп, сондай адамдар бар ма? Бар шығар, бар болса, давайте сіз туралы сөйлесейік. Бұл үшінші менің айтуым керек мәселе, ол нейротизм. Невротик емес, нейротизм деген состояние, жағдай. Невротик уже ауру ғой, нейротизм бұл жағдай. Енді ең қызығы мен сіздерге айтайын, ашықтық және тұрақтылықты өзгерте алмайсыз. Бірақ нейротизмді өзгерте аласыз және өзгертуіңіз керек, достар. Бұны түсіріп тастау керек. Енді олар не дейді? Мен көп қайғырамын дейді. Мен көп қайғырамын, аяқ асты жаман нәрсе есіме түсіп кетеді, аяқ асты үмітсіздікке батып кетемін. Что-то мен алдыңғы жылы күшті мотивациямен жүредім, биыл быт-шыт болып жатырмын деп айтатын адамдар. Маған сөйтіп жазады, қайта-қайта ұйықтап қалып жатырмын деп жазатын адамдар. Нейротизм зашкаливает. Уайымшыл адаммын, уайымдай беремін дейді. Басқалардың ісіне араласпаймын. Бір нәрсе жаман болатын сияқты. Что-то көп көлдік бір жылайды сияқтымыз деп айтатын. Сенім бар ғой. Что-то бір жамандық келетін сияқты сезіп тұрмын, жаным сезіп тұр дейді ғой. Өзіме сенімім аздау.
ең жаман сценарий болатын сияқты менің өмірімде. Енді басымызда бір сценарийлер бар ғой, ана так бүйтсем сөйтем, мына жерге барам, мынандай жетістікке жетем, мына жерге бүйтпесем мынау жаман болады, анау десең, жаман сценарий бар ғой. Сол жаман сценарий болатын сияқты мен деп ойлайды ол адамдар. Маған бір жамандық болатын сияқты. Невротизм өте жоғары адамдар. Я? Тез ашуланамын. Өзіне сенімді, шулы адамдар маған жақпайды. Тез көңілім түсіп кетеді. Аяқ асты отырамын да, алдыңғы жылы бір болған оқиға есіме түсіп кетеді. Тө деп кетемін. Эмоциямды басқару қиын. Кейде себепсіз көңілім түсіп кетеді дейді бұл адамдар. Кейде себепсіз көңілім түсіп кетеді. Көбіне өзімді басқара алмай қаламын. Өз ішімде басқалардың мені ренжіткен сөздерін көп қайталаймын. Бұл еще сенің кітабын оқыған болсаңыз, сенің кітабында бұл туралы айтылған руминация халі. Руминация халі негізі кеше бір оқиға болған, ұрысып қалған, ол әлі күнге дейін нервтеп жүр. Өстеді, басыңа мініп кеткен бәрі, бұларды үйту керек еді, сөйту керек еді деп әлі жүр. Негізі оқиға өтіп кетті, уже 48 сағат өтіп кеткен, сен әлі уайымдап жүрсің. Бұл невротизм жоғары көрсеткіші. Өзіме келіп сабырлы болу қиын, көңіл күйім тез ауысады, сынды көтере алмаймын, сынның бәрін еще өзіне қабылдайды бұл адам. Анау презентацияң онша емес болып қапты десе, значит сен онша емессің деген сөз деп қабылдайды. Негізінде олай емес, презентация онша емес болады, мен красавчикпін ғой. Презентация онша емес болады, окей, давай реттейік, қай жері ұнамай қалды. Бұл бөлек әңгіме. Бірақ невротизм жоғары адамдар не дейді? Мен бытшыт адаммын ғой дейді, мен презентациям бытшыт болса, значит мен де бытшытмын ғой дейді. Басқалардың үмітін ақтай алмау қалудан қатты қорқамын. Почему-то басқалардың үмітін ақтау деген бір үлкен идеясы бар бізде енді. Окей, анда-санда кездесіп тұрады, бізде де. Келесі. Өміріне көңіл толмайды адамның. Бірақ қызығы өмірі ұзақ болады. Неге? Өйткені невротичный ғой, барлық нәрсе абайлап жүреді андай. Ойбай деген сияқты. Статистика бойынша өмірі ұзақ болады. Дисциплинасы мықты болады бұндай адамның. Дисциплинасы мықты болады. Өйткені айтады, мен бір рет қол ашсам, бітті асқазаным тез болып қалады дейді, бітті. Ішпей қояды деген сияқты. Сынды өзіне қаратып алады. Өйткені самооценка өте төмен. Кез келген сынды жаңа презентацияға емес өзіне бір болады. Аяқ киімің онша емес екенсе, онда мен де бытшытпын ғой деген сияқты. Аяқ киім ғой бөлек нәрсе. Бірақ бұл адам самооценкасы өте төмен болған үшін барлық сынды өзіне қаратып алады. Әйелдерде көбірек кездеседі. Статистика бойынша, мен ойлап тапқан жоқпын. Аздау зұлымдыққа көз жұмуы мүмкін, себебі өзінің ойынша, одан да үлкені болуы мүмкін еді. Зұлымдыққа бірақ, андай емес, бір қайырлысы деп, мысалы, білмеймін, Құдай сақтасын, машинадан соғып түртіп алдың, қайырлысы, окей, понятно. Бірақ мысалы бір абьюзер адаммен араласып жүрсің, шүкір болғанда, аналар вообще өлтіріп жатыр ғой, бір-бірін деп қояды. Қараңыз, самооценкасы өте төмен болған үшін өзін соған лайық көреді. Бұл невротизм, бұны өзгертуге болады, өзгерту керек. Өз құндылықтары аз. Бұл невротизм несі? Өмірдің негатив тұсын тарту, қайдан пайда болған? Невротизм биік ата-анадан берілген болуы мүмкін бізге. Егер ата-анамыздың невротизм биік болса, бізге де берілген болуы мүмкін кішкентай кезімізде. Естеріңізде мынандай айтатын еді ғой бір. Сен бүйт, сөйт, сен ертең мына аузың ашылып жүргенде бәрі алдап кетеді, сен кішкене шұлыстрой бол. Кішкене керек жерде алдап қой деген сияқты әңгімелер айтылған болса, невротизм жоғары ата-анадан бізге берілген болу керек. Енді сол дәуірдің шындығы шығар, енді білмеймін, қазір ондай емес, балалардың көп жалғыз қалып қалуынан невротизм пайда болады балаларда. Жалғыз қалып қойса. Бала изоляцияда қалып қойса, невротизм пайда болады, көтеріледі. Даже бізде де қазір жалғыз қалып қойсаң, невротизм көтеріліп кетеді. Тым қатты опека болған болса, ата-ана тарапынан helicopter parents деп айтады ағылшынша, андай ата-аналар болады ондай. Ойбай, қасында жүреді. Ойбай, не болып қалады, бүйтіп қалма, сөйтіп қалма, сондай ата-анадан өскен балаларда невротизм биік болуы мүмкін, ықтимал. Ата-ана шынымен шарасыз болып қалған болса, енді әркімнің тарихы әртүрлі ғой, енді кейбірлеріміз бір қиын дәуірлерді өтті ата-аналарымыз, сол кезде байқасаң ата-ана шынымен шарасыз болып қалды, білмеймін, нан тауып бере алмай қалды, білмеймін, оқуға жібере алмай қалды деген болса, сізде невротизм көтеріліп кеткен болуы мүмкін. Буллингке ұшыраған болсаңыз, яғни мектепте әлімжеттік көрсетілген болса, үлкендер тарапынан мектепте, универде бір нәрсе, сізде невротизм көтеріліп кетуі мүмкін. Тым төмен статус болған болса, мектепте немесе бір нәрсе тым төмен статус болған болса, невротизм көтеріліп кетеді. Өзіне тым қатал адамдар.
ересек өмірде бұл адамдар, нейротизм жоғары адамдар не істейді? Шешімді негативті жағдайдан қабылдау. Андай. В общем, болмайтын әңгіме тастай салыңдар. Бұл жүрмейтін кәсіп, жабыңдар. Менен вообще шықпайды ондай. Өзін түсінетін, что-то білмеймін, зерттеген адам шықпайды, қоя беріңдер деген сияқты. Шешімді негативті жағдайдан қабылдайды. Самооценкаға сай ресурстарға қол жеткізеді. Яғни самооценкасы и так-та төмен болған үшін бұл кісі сенбейді ғой өзінің үлкен нәрселерге лайық екенін. Бұл кісілерге айтасың ғой жаңа, сен деген, сенің потенциалыңмен, сенің біліміңмен бүйту керек қой, шабу керек қой десің. Айтады, қайдағы біз әшейін. Жоқ, бізде ондай дейді. Қараңыз, самооценка өте төмен, и сол ресурстарға ғана қол жеткізеді. Мықты команданың болмауы, себебі мықты командадан қорқады. Мықты команда жинап алса өзіне асып кететін сияқты. Негізі бірақ қазір дәлелдеп жатыр, мықты, үлкен жетістікке жеткен кәсіптер всегда команда мықты болған. Кім еді жаңағы? Мен Стэнфордта оқымадым, бірақ менің қызметкерлерім Стэнфордта оқыған деп кім айтатын еді? Сондай бар ғой. Стив Джобс беді, Мықты команданың болмауы төмен тарта беретін спираль, төмен тарта береді. Стресс гормондары үшін денсаулықтың нашар болуы. Стресс гормондары бөліне береді, сол үшін денсаулық нашар болуы мүмкін. Бұл нейротизм жоғары болуы. Қалай нейротизмдеріңіз қалай екен? Артықшылықтарын айтайын. Басқалары байқамаған рискті бұл кісілер байқай алады. Өйткені іздеп жүрді ғой. Ой, қалай болады деп. Басқалар байқай алмаған рискті бұл кісілер байқай алады. Бұл кісілерге риск менеджер деген жұмыс беру керек. Риск менеджер компанияның немесе адамның рискін зерттей алады. Қателердің алдын ала алады. Өз басына өткен қиыншылықтардың басқаларға құтқара алу. Қиыншылықтардан үлкен күш ала алады. Мысалы, жазушылар, әншілер деген сияқты өзінің басына өткен қиын бір оқиғалардан күшті бір кітап жазып шығарады и басқаларға пайдалы болады. Артықшылықтар да бар. Енді жетістікке жеткізетін екінші қадам қабылдау. Таныдық. Үшеуінің қайсысы екенбіз? Менде ашықтық биік па, төмен ба, менде не биік па, жаңағы тұрақтылық биік па, төмен ба, менде нейротизм биік па, төмен ба. Таныдық. Енді давайте қабылдайық. Өйткені кейбір нәрселерді біз өзгерте алмаймыз. Енді біз психотипімізді өзгерте алмаймыз. Тек оны артықшылық ретінде қолдана аламыз. Түсінсек болды. Мысалы айтып кетейін ба? Ашықтығы өте биік адамдар жаңа ақпаратқа және жаңа тәжірибеге ашық қой. Енді бұл адамдар үшін орта өте маңызды. Өйткені ол ортаның істегенін бірге істейді. Негізі мынандай бір зерттеу болған Жапонияда якудза бандиттер деп айтайықшы. Солардың ішінде енді головорездер ғой, баратта бас кесерлер ғой, өлтіріп кетеді, шауып кетеді деген сияқты. И зерттеуде мынандай нәрсе шыққан. Ішінде бұл жасап жүрген нәрселеріне қарсы адамдар бар негізі. Сол команданың ішінде барып солын істеп жүр, бірақ қарсы өзі, ішінде рухани қарсы. Не үшін істеп жүр? Өйткені өте ашық адамдар и команда істеген нәрсені бұл да істейді. Сол үшін ашықтығы биік адамдар, то есть мына жерге отырған адамдардың 80%, сіз ортаңыз сіз үшін өте маңызды, өйткені сіз ортаны істеген істейсіз. Орта дамып кетсе сіз дамисыз, орта құласа сізде құлауыңыз мүмкін. Сондай бір ықтимал бар. Сондықтан ашық адамдар үшін орта өте маңызды, бірақ ашықтығы төмен адамдарға орта маңызды емес, не партиз. Барлығына бірдей нәрсе пихать ете алмаймыз. Сол үшін біз оны тануымыз керек. Мен ашықтығым жоғары ма, төмен ба? Окей. Сәйкесінше психотипімізге сай өмірлік жол таңдау мәселені әлде қайда жеңілдетеді. Мысалы, тұрақтылығы өте төмен адамды алып сен айтишник қыла алмайсың. Айтишниктер әдетте тұрақтылығы биік адамдар, бухгалтерлер тұрақтылығы биік адамдар. Ол кісілер бір жерде отырып ұзақ уақыт жұмыс істей алады. Бір жерде отырып қимылдамай фокуспен жұмыс істей алады. Тұрақтылығы төмен адамдар бар ғой. Ол кісілер кімдер? Ол кісілерді сен неге жібересің? Творчествоға жібересің. Өнер. Ол кісілер күшті маркетинг, күшті реклама, күшті видеосъемка, күшті роль ойнай алады. Бірақ ол кісіні отырып бөлмеге қамап қойып, сен айтишник боласың, мысалы. Балаңызға айтасың, айтишник боласың, айтидің болашағы бар, ақшасы көп десің. Бала гиперактивный. Бала өте тұрақтылығы төмен адам және ашықтығы үлкен адам. Сен оны алып түрмеге тығып қоясың. Сосын ол 5-10 жылдан кейін өзін таппай қиналып жүреді. Бізде де солай болуы мүмкін. Сондықтан бұны түсінуіміз керек. Жұмысты да соған қарай, ортаны да соған қарай таңдай алу керек. Енді сонымен сізді жетістікке гармонияда жүріп жеткізетін 3 қадам. Біріншісі психотипіңіз тану еді.
жаңағы ашық, тұрақтылық және нейротизм. Әрине, достар, бесеуі бар. Үшеуін айттым. Тану. Екіншісі толықтай қабылдау. Андай емес. Ту, мен неге осындай кешіге беремін емес. Все, танимыз, қабылдаймыз. Мен, оказывается, ашықтығы жоғары адам екенмін ғой. Маған барлық нәрсе шынымен әдемі болу керек екен ғой. Мен сол үшін әдемі офис қалаймын. Біреулер айтады, ей, нең бар ол офиста? Бір аласашы бір жер саған, түк, вообще бір жарты күн отыратын жер ғой дейді. Бірақ сіз үшін өте маңызды. Сосын сіз өзіңіз кінәлі сезінесіз. Мен неге осыған бір тіреліп қалдым, неге қырсық қалдым деп ойлап қаласыз. Өйткені сіздің ашықтығыңыз жоғары. Вообще, өзіңізді бүйтіп құшақтай алуыңыз керек қой. Бүйтіп құшақтап, ой, қандай күшті адаммын дей алуыңыз керек. Қандай болсаңыз, өйткені жаман адам жоқ. Жаман адам жоқ. Психотип бар. Все, ол жұмыс істеп жатыр. Енді Алла тағала бізге күшті нәрсе берген, нейропластичность деген біз өзгерте аламыз кейбір нәрселерді, окей? Екіншісі толықтай қабылдау. Толықтай қабылдау. Үшіншісі соған сай өмірлік жол таңдау. Мамандық таңдау, адамдарды таңдау, ортаны таңдау, спорттың түрін таңдау. Мысалы, өте экстраверт адамдар бар, иә, өте ашық, жан-жағымен араласып сөйлесіп, ол адамдар топтық спорттарды жақсы көреді. Волейбол, баскетбол, білмеймін, күрес, футбол деген сияқты. Экстраверт емес адамдар бар, экстраверсиясы өте төмен адамдар бар. Оларға жеке спорт керек. Жеке. Жүзу, теннис деген сияқты, жалғыз деген сияқты, сондай шахмат болуы мүмкін. Осындай нәрселер. Біз осыған сай өмірлік жол таңдауымыз керек. И осы үшеуін түсіндік, иә? Енді айтып кетуім керек, нейротизм түсіре аламыз. И біз оны түсіруіміз керек. Қалай түсіреміз? Зерттеулер, Джо Диспенсаның зерттеулері бар, Робин Шарманың зерттеулері бар кітаптарында мынандай нәрсе айтады. Ең бірінші нейротизм түсіретін нәрсе бұл ғалымдармен дәлелденген нәрсе. Ғибадат, достар, ғибадат. Енді қазақ болып бірінші содан бастауым керек. Ғибадат. Терең мағыналы ғибадат шынымен нейротизмді түсіреді екен. Екінші, кардиоспорт. Кардиоспорттар, жүгіру, жүзу, білмеймін, велосипед, сайклинг, анау-мынау, бұл кәдімгідей біз нейротизмді түсіреді. Иә? Үшінші мәселе медитация, жазу, оқу. Окей? Осы үшеуі түртіп алыңыз, сіздің нейротизм түсіреді, егер нейротичный болсаңыз. Ғибадат, кардиоспорт, медитация, жазу, оқу. Түсіндік, бұл сіз нейротизм түсіреді. Достар, осы ақпараттың өзі, мен ойлаймын, бүкіл бәрін алып шығатын сияқты, егер осы үш-ақ нәрсені өміріңізге енгізе алсаңыз. Негізі психотиптің әрбір түрі сіздің бойыңызда бар. Тек әртүрлі деңгейде. Бағана айтқандай, 100% алатын болсақ, біреуде 60, біреуде 70, біреуде 10, біреуде 90 деген сияқты. Бірақ барлығымызда бар. Енді айтылмай қалған екі психотип бар. Біріншісі, жаңа біз айтқан ашықтық, екіншісі тұрақтылық, үшіншісі нейротизм. Енді экстраверсия және жанашырлық деген жерлер бар. Экстраверт, интровертті сіздер шамамен білесіздер. Экстраверттер көп адам бар жерде энергия алады. Интроверттер жалғыз өзі отырып жұмыс істеген жақсы көреді. Интроверттерді жаңағы жалғыз кабинетте таңертең кешке дейін отыратын жұмыс берсеңіз күшті болады. Бірақ экстравертке сол жұмысты беріп қойсаңыз, ол тұншығып кетеді. Немесе керісінше интровертті алып жұрттың алдына шығарып қойдыңыз, мен сияқты сөйлетіп қойдыңыз, ол тұншығып быт болады. Оны жеке бір жерге отырғызып қойсаңыз, ол күшті жұмыс істейді. Жанашырлық деген бар, басқа адамдарға жанашу, басқа адамның жағдайларын жасай алу. Осы мәселелер. Окей, енді бұған қосымша тағы бізде 14 түрлі бағдарламалар бар. Бағдарламалар бар. Қандай бағдарламалар? Давайте мен тоқталып кетейін. Бізге орнатылған бағдарламалар. Кішкентай кезімізден бастап, бұл бағдарламалар жұмыс істейді. Мысалы, калькуляторға сіз басында бағдарлама бердіңіз. 1-ге 1-ді қоссаң 2 болады деп. Ол болды. Одан кейін 1-ге 1-ді қоссаң всегда 2 деп шығарып бере береді. Бұл орнатылған бағдарлама. Тура солай біздің миымызда орнатылған бағдарламалар кішкентай кезімізден бастап. Мынау былай болса, значит былай. Мынау былай болса, значит былай деген. Енді осы 14 түрлі бағдарлама. Давай тоқталып кетейін. Біріншісі қолданылу. Кішкентай кезінде көп алданған балалар, мысалы, сүннет той жасайды да, ақшаның бәрін мама алып қойды. Немесе туған күн болды, үйге бұл қыз 4-ке толып жатыр, 5-ке толып жатыр, есін жиған уже. Білет, бәрі қонақтарды ақша алып келіп жатқан, бірақ ақшаны алды да мамасы алып қойды, мен саған көйлек алып беремін деді. Сондай кішкентай кезінде алданылған адамдар, бұл мені жан-жақтағылар бәрі қолдану үшін ғана бар деген сенім болады. И бұл кісі всегда сөйтіп іздеп жүреді. Кім қолданып кетті, әшейін керек кезде ғана звондайды деген сияқты адамдар. Бұл бір бағдарлама. Екінші бағдарлама эмоция аштығы. Кішкентай кезінде эмоция сезуге рұқсат берілмеген адамдар. Мысалы, көбінесе біздің қазақ
да, наверное, еркектер шығар. Өйткені қыздар әкесінің қызы, оған жылауға болады, күлуге болады. Бірақ еркек кішкентай кезінде жыласа, еркек адам жыламайды дейді, тыныш отыр дейді. Бұл эмоциямызды қысып тастады. Бізде эмоция аштығы пайда болады. Біз әлі күнге дейін жылай алмауымыз мүмкін. Оян қазаққа барасында, бірақ жыламайсың деген сияқты. Бұл эмоция аштығы. Келесі тастанды. Кішкентай кезінде бір оқиға болып, неше түрлі оқиға бар ғой, отбасында ажырасып кеткен болуы мүмкін, қайтыс болып кеткен болуы мүмкін, неше түрлі нәрсе болған болуы мүмкін. Сондай жағдайдың нәтижесінде бала жалғыз қалып қалды, тастанды болып қалды, бұл енді не дейді? Сенбейді. Мен любой адам тастап кетеді дейді. Қазір бұл адамға, әсіресе ханым болса, бұл адамға қазір отношения құру өте қиын. Неге? Өйткені сенбейді. Мен тастап кетеді бәрібір. Өйткені маған ең жақын адам тастап кеткен мені, білмеймін. Папам, мамам, любой, Әшейін кішкентай кезінде сүттен шығарам деп атасына 5 күнге беріп кетеді, атасы мен апасына. Оның өзіне бала сразу солай қабылдап қалуы мүмкін. Окей, катастрофизация, ой, бір бәле болады ау деген адамдар. Көп көлдік бір жылаймыз деген сияқты. Жаманға жору, өзінің денесінен бір бәле іздей беретіндер анау. Что-то мен ауырып тұрмын, что-то мен, андай ауру сияқтымын, деген сияқты мәселе. Шеттетілу, топқа қосылмау. Мені топқа ешкім қоспайды дейді. Кіргім келеді негізі, бірақ мен ешкім қабылдамайды деп сенетін адамдар бар. Сынық деген адамдар бар, кішкентай кезінен мынандай сенім болып қалған, мен қолымнан келмейді деген. Мысалы, оған ұрысқан болуы мүмкін. Сен бақырайған көзің не көреді осы сен деп. Сен қашан адам боласың, қарашы ана көрші арман не істеп жүрген, сен әлі жүрсің мына жақта деген сияқты мәселелер көп айтылған болса, ол бала сеніп қалды, мен сынықпын. Со мной что-то не то, значит, все, менің қолымнан келмейді. Кәсіп жасау менің қолымнан келмейді, ақша жасау менің қолымнан келмейді, нормальный бір отбасы құру менің қолымнан келмейді, сахнаға шығып жұрттың алдында жақсы нәрсе айту менің қолымнан келмейді деген сеніп қалған бұл адамдар. Негізі ол шындық емес. Бұл көзімізге киіп алған очки. Просто қызыл очки киіп алдында бәрі қызыл болып көрініп тұр. Очки шешіп тастасаң көресің, жер көк екен, жасыл екен, сары екен, Шарт қою деген бар. Сен бүйтуің керек, сөйтуің керек. Қазақтың қызы бүйту керек, қазақтың еркегі бүйту керек. Сен деген менің әйелімсің немесе күйеуімсің деген сияқты шарт қоятын бар. Бағыну деген бар. Мойынсыну, айтқанын істей беретін адамдар. Өкінішке орай бұндай бізде бар. Еріп кету, мамасы мен папасын сепарация, мамасы мен бала сепарация болмай қалған әлі күнге дейін бар. Мысалы, кейбір адамдар айтады, күйеуім сепарация өтпеген, мамасының сөзінен шықпайды дейді. Негізі жасы 50-ге келді деген сияқты. Сепарация. Перфекционизм, барлығы идеальды болу керек, идеальды болмаса мен жасамаймын. Мысалы, мен идеальны қылып кітап жазамын, болмаса жазбаймын дейді. Ол ешқашан жазбайды, өйткені идеальный болып болмауына күмәні бар. Жаттан да әлсіздік, мен қолымнан келмейді деп кішкентай кезінен біліп үйреніп алған. Еріксіздік, әлсіздік, ол да кішкентай кезімде орнатылған бағдарлама. Және 14-шісі, және соңғысы ол ерке. Ерке дегенім маған бәрі болады, керісінше. Маған бәрі болады. Маған заң бұзуға да болады, бір слишком еркелер, Бірақ бұл жерде қызық бір мәселе бар. Негізі еркеліктің артында сынықтықты жасыру бар. Ол жасырғысы келіп тұр өзінің сынық екенін. Қалай жасырады? Өзінің крутой қылып жасырады. Әдейілі барады, бір тебет, бүйтеді, негізі түбінде негізі жанашу керек ол адамға. Окей. Осы 5 түрлі психотиптер және 14 түрлі бағдарламаның барлығына бір шалу жасап, өзіңізге тоқтап, анализ жасап үйренгіңіз келеді ме? Давайте жазыңыздар чатқа.